Сейсенбі, ақпанның 7-сінде Алматы қаласында өтетін 28-ші қысқы универсиаданың кестесіне шолу. Керлинг, алтын үшін таласатын ойындар. Алматы арена мұз сарайы. Таңғы 9-да әйелдер арасындағы финал. 14:00-де ерлер алтын үшін таласқа түседі. Тау шаңғы спорты, ерлер арасындағы слалом жарысы. Шымбұлақ тау шаңғы курорты. Алғашқы талпыныстың басталуы таңғы сағат 10-да. 13:30-да екінші талпыныс. Фристайл, ски-кросс, Шымбұлақ тау шаңғы курорты. Ерлер мен әйелдер арасындағы финалдар 14:00-де басталады. Сноуборд, Big Air. Табаған спорттық ойын-сауық кешені. 11:00-де квалификация. 14:00-де финалды старт. Универсиададағы биатлон бағдарламасын мас-старттар аяқтайды. Алатау шаңғы биатлон кешені. 12:00-де 12,5 шақырымға әйелдер арасындағы жарыс. Ал 15:00-де алтын үшін ерлер таласады. 15 шақырым қашықтық. Мас-старт шаңғышы әйелдер үшін де болады. Алатау шаңғы биатлон кешені. 15 шақырымға классикалық жүру жарысы 13:30-да басталады. Шорт-трек. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы. 14:00-де 1000 метрге ерлер және әйелдер арасындағы жарыс. 18:00-де 3 және 5 шақырымға эстафетаның финалы өтеді. Ерлер арасындағы хоккейлік жекпе-жектің жартылай финалында алтынға үміткер командалар анықталады. Бірақ алдымен халық аренаның мұз айдынына. Таңғы 9-да 7-ші орын үшін таласатын командалар шығатын болады. Кейін сағат 12:30-да 5-ші орын үшін ойын. 16:00-де жартылай финал басталады. Ал 19:30-да тағы бір жартылай финал өтеді. Осы ойындардың қатысушылары туралы ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан іздеңіздер. Назар аударыңыздар. Ауа райының қолайсыз болуына байланысты кейбір жарыс түрлері резервтік күндерге ауысуы мүмкін. Толық ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан ала аласыздар.